Алып Ертұңға. Алып Ертұңға түркі халықтарының арғы ата тегі саналатын сақтар тарихынан сыр шертетін, көне түркі ауыз әдебиетінің дәстүрлі талаптарына сәйкес өмірге келген қаһармандық жыр. Бүгінгі күнге дейін Алып Ертұңға дастанының жалпы сюжеті мен жекелеген үзінділері ғана жеткен. Әйтсе де, сол үзінді түрінде сақталып келген жыр жолдарының өзінен ақ бұл дастанның сюжеттік желісін, басты идеясын, көркемдік дәрежесін аңғару қиын емес. Дастанның басты қаһарманы Алып Ертұңға. Алып Ертұңға аты аңызға айналған тарихи тұлға. Тұран елінің билеушісі, сақтар әскерінің қолбасшысы, ержүрек батыры. Дастанда оны елдің көреген көсемі ретінде де бейнелейді. Тұран әскері қолбасшысының атына қосылып айтылатын алып сөзі сол заманда күшті, батыр, қаһарман, ержүрек деген мағынаны білдірген. Алып сақтар мен ғұндар заманнан бері ел қорғаған батырлардың, қолбасшысы ерлердің атына қосылып айтылып келе жатқан мәртебелі есім. Түрік қағанаты тұсында бұл сөз әскери титул мағынасында да қолданылған. Ежелгі түркі халықтары өз батырларының атына алып сөзін қосып айтатын болған. Мәселен, Алып тегін, Алып арслан, Алып бамыс, яғни алпамыс, көк алып сияқты қол бастаған батырлар болған. Алып Ертұңға түркі елінің аты аңызға айналған көсемі, билеушісі, батыры, даңқты қолбасшысы. Оны парсылар Афрасиап деп те атаған. Бұл дастандағы батырдың есіміне қосылып отырған ер сөзі ежелден ақ батыр, қаһарман, жау жүрек деген ұғымдарды білдіретінін аңғару қиын емес. Сақтар дәуірінің осы дәстүрі сан ғасырлар бойы сақталғаны, бертін келе қазақтар да өз батырларына ер сөзін қосып айтқаны жақсы мәлім. Мәселен, ер тарғын, ер қосай, ер көкше, ер сайын, тағы да басқа батырлар есімі бұл сөзімізге дәлел. Кезінде Тұран мен Иран елдері арасында болған соғыстарда Алып Ертұңға сан рет Тұран әскерін басқарып, талай мәрте ғажайып жеңістерге жеткен. Бұл жайында Фердауси өзінің әйгілі шахнамасында кеңінен толғайды. Тұран елінің батыры Алып Ертұңғаны ұлы шайыр өз дастанында Афрасиап деп атаған. Көне парсы тілінде Афрасиап сөзі дүлей қара күш иесі деген мағынаны береді. Қазақтың тұңғыш тарихшысы Хайдар Дулатидың айтуы бойынша, Алып Ертұңға батырдың, яғни Афрасиаптың ата тек шежіресі төмендегідей болып келеді. Афрасиаптың әкесі Пишен, Бешен. Пишен Дат-Нишеннің баласы. Дат-Нишен Турдың баласы. Ал Тур болса Афридунның баласы. Бұл деректер Тарихи Гузида кітабы бойынша келтіріліп отыр. Ал мұның өзі Ходжа Рашид ад-Дин Фазаллахтың Маджма Тауарих атты еңбегінен алынған еді. Алып Ертұңғаның 4 баласы болған. Олар Барсхан, Қарахан, Шиде, Алақ. Алып Ертұңғаның ата тегі ежелгі түркі тайпаларынан шыққанын айта келіп, Бичурин. Түн Шехухан батыр болды. Оның әрбір соғысы жеңіспен бітіп отырды. Ал оның немересі Нишу 630 жылдары Түн Алеу Валиба Дулухан деген лақап атпен таққа отырды дейді. Алып Ертұңға туралы кезінде Әбу Райхан Аль-Бируни, Махмуд Қашқари, Хамза Исфахани, Рашид ад-Дин, тағы да басқалары пікір айтқан. Бұлардың бәрі де Алып Ертұңғаны сақтар дәуірінде өмір сүрген қайраткер ретінде көрсетеді. Қалай болған күнде де Алып Ертұңғаның тарихи тұлға екені, ежелгі сақтарды билеген әмірші болғаны, Тұран мен Иран арасындағы соғыста сақ әскерін басқарғаны анық. Кезінде оның Мәуереннахр, Жетісу, Сауран, Шаш, яғни Ташкент, Испиджаб, Сайрам,
Талас, Шу уәлаяттарына билік жүргізгені де бізге аңызға айналған тарихи деректер арқылы жеткен. Алып Ердіңға құрған мемлекет әр кездегі түрлі қоғамдық, саяси, әлеуметтік өзгерістерге орай өз астанасын бірнеше рет ауыстырып отырған сияқты. Түрлі тайпалық одақтардың бірлестігі ретінде ол құрған мемлекеттің астанасы Пайкент, Рамитан, Ескі Бұқара, Баласағұн, Қашқар сияқты қамал қалалар еді. Сувари Акалим, яғни әлем климатының суреті деген кітаптағы деректерге қарағанда, Алып Ердіңға көптеген ғажайып қалалар салдырған. Солардың бірі Ханбалық, яғни Баласағұн шаһары Афрасияп ұрпақтарының қолында болған. Сондай-ақ Рамитан, Афрасияп, Самарқан шаһарының бұрынғы атауы. Қалаларында ежелгі Тұран елінің билеушісі Алып Ердіңға салдырған деген деректер бар. Біз Алып Ердіңға дастанының көне тарихи шежірелерде сақталған жұрнақтарын да, Фердауси өзінің шахнамасында пайдаланған жеке-жеке үзінділерін де, Жүсіп Баласағұнның Құтты білік кітабындағы Алып Ердіңғаға қатысты бәйіттерін де, кейінгі кездегі зерттеулерде мысал ретінде келтірілген жеке жыр шумақтарын да жинақтау арқылы осы дастанның жалпы сюжеттік желісін айқындай түсуге әрекет жасадық. Алып Ердіңға дастанының мүлдем ұмытыла бастаған нұсқасын белгілі бір дәрежеде айқындап алуға Махмұд Қашқаридың Диуани Лұғат ат-Түрік, Жүсіп Баласағұнның Құтты білік, Рашидаддин Фазаллахтың Маджма Тауарих, яғни тарихи жинақ, Абу Райхан әл-Бирунидің Сувари Акалим сияқты орта ғасырда жазылған еңбектерінің пайдасы тиді. Бір қызығы, Парсы елінің ұлы шайыры Әбілқасым Фердауси осы Алып Ердіңға дастанын толық күйінде оқыған сияқты. Ол өзінің әлемге мәшһүр шахнамасында Тұран елінің патшасы, әскери қолбасшы, даңқты батыры Алып Ердіңға жайындағы әфсана аңыздарды, тарихи деректерді, мақтау өлеңдері мен жоқтау жырлар аса дарынды сөз зергеріне ғана тән шеберлікпен пайдалана білгені көрініп-ақ тұр. Алайда бұл арада мықты ескеретін бір жайт бар. Алып Ердіңға Тұран елі үшін жағымды қаһарман, ал Иран жағы үшін ол нағыз жау, басқыншы патша екені мәлім. Сол себепті ұлы шайыр шахнамада Алып Ердіңғаны, яғни Афрасияпты бір жағынан жанкешті батыр, орасан күштің иесі, дарынды қолбасшы етіп көрсетсе, екінші жағынан Иран елін қанға бөктіруге әзір тұрған қатыгез патша ретінде бейнелейді. Соның өзінде Фердауси өз шығармасында Алып Ердіңғаны түркі дастанындағы батырлық келбетін көп өзгертпей, сол күйінде сомдап берген сияқты. Сонымен, Алып Ердіңға дастанының қысқаша мазмұны төмендегідей. Түркілердің атамекені Тұранға көрші отырған Иран елінің әскері қайта-қайта шабуыл жасап, тыныштық бермейді. Тұран елінің сұлу қыздарын, асыл бұйымдарын, қоңды малдарын тартып әкетіп жатады. Диқандардың енді ғана жайқалып өсіп келе жатқан егіндерін, бау-бақшаларын Парсы әскері таптап тастай береді. Сол заманда Тұран елінде арыстандай айбарлы, жолбарыстай жүректі, көк бөрідей тәкаппар Ердіңға деген батыр жігіт бар екен. Ердіңға елден көп нөкер жинап, Иран әскеріне қарсы шығады. Тұран мен Иран әскері Дехистан деген жерде кездеседі. Бұл жер екі биік таудың ортасындағы кең жазира дала болады. Екі жақтың әскері 3 күн, 3 түн дамылсыз шайқасады. Жап-жасыл дала енді қып-қызыл қанға боялып кетеді. Адам өліктері тау-тау болып үйіліп қалады. Ақыры Тұран әскері жеңіп, Иран әскері ойсырап жеңіледі. Сол күннен бастап Ердіңғаны Алып деп атай бастайды. Енді ол халық алдында Алып Ердіңға деп аталады да Тұран патшасының тағына отырады. Дехистанда болған соғыста Тұран әскері Иран патшасын тұтқындап, аяқ қолын шынжырлап әкетеді. Иран жағы оны тұтқыннан босатып алу үшін тағы да соғыс ашады. Алайда
тұрандықтар Иран шахын бір түнде шауып өлтіріп тастайды. Арада көп жылдар өтеді. Иран патшасының тағында талай патшалар ауысады. Алып-Ердунға солардың бәрімен де соғысады. Бәрінде жеңіп шығып отырады. Ақыры Иран патшасы Залдың жалғыз ұлы Рүстем қол бастайтын жасқа жетеді. Ол жер қайысқан қалың әскермен Тұран еліне кек қайтаруға аттанады. Алдынан көп әскермен Алып-Ердунға шығады. Алып-Ердунға келеді, 100 000 әскер ереді, 100 000 жебе кереді, жер қайысқан қол еді, Тәңір сүйіп жаратқан, әлемді өзіне қаратқан, қаһарын жауға таратқан, көк Тәңірінің ұлы еді. Қылыш, найза, сарт-сұрт соғысып, болат қалқандардан от ұшқындайды. Садақ оғы жаңбырдай жауады. Жаралы жандардың құлындаған дауысы шығып, дүние астан-кестен болып кетеді. Адам қаны дария болып ағады. Біресе Иран жағы, біресе Тұран әскері басым түсіп отырады. Екі жақта әбден әлсіреп, ақыры шайқасты уақытша тоқтатуға мәжбүр болады. Ежелгі түркі әдебиетіне тән дәстүрлердің бірі, батыр шешуші шайқасқа шығардың алдында қорқынышты түс көреді. Алып-Ердунғаның шахнама бойынша Афрасияптың түс көруіне арналған дастанның жыр жолдарын Фирдауси өз шығармасында зор шеберлікпен пайдалана білген. Мұнда Афрасияптың қорқынышты түс көруі деп аталатын жыр бар. Енді осы жырдың қысқаша жолма-жол аудармасын оқып көрелік. Қалшылдап, айғайсап оянып кетті. Құлындаған дауысы қиырға жетті. Долы дауыл жұрт зәресін ұшырды. Байрағымды жұлып жерге түсірді. Иран қолы қарақұрым қаптаған, жерімізді аямай таптаған. Жарқ еткізіп, алмас қылыш жасқады, қақ ортамнан екі бөліп тастады. Жаудың келе жатқанын батырдың түс көруі арқылы жеткізу тәсілі қазақтың батырлық жырларында да кездеседі. Мәселен, Алпамыс батыр жырында қазақ елін шабуға әзірленіп жатқан Қалмақ ханы Тайшық батыр да түсінен шошып оянады. Ол түсінде Қалмақты қырғалы келе жатқан Алпамыс батырды көреді. Мен бір бүгін түс көрдім, түсінде жаман іс көрдім. Заманы менің қағынды, қағынбаса не қылды? Құрсаулы қара бура кеп, қарсы қарап шабынды. Қаланың аузын қан қылды, қақпаның аузын шаң қылды. Айдарлымды құл қылды. Солқылдаған мырзамды табанға салып жүн қылды. Ежелгі түркі ауыз әдебиетіне тән бұл көркемдік дәстүрдің сол көне дәуірдің өзінде жазба әдебиеттен жалғасын тапқанын көреміз. Алып-Ердунға дастанын 11 ғасырдың аса көрнекті ақыны данышпан ойшылы Жүсіп Хас Хажып Баласағұн түп нұсқадан оқып, өзінің атақты Құттөбелек дастанында оның жеке-жеке үзінділерін зор шеберлікпен пайдаланғаны күдік тудырмайды. Бұл туралы түріктің Көпрүлузаде, Инан, Арат, Банарлы сияқты әдебиет тарихын зерттеушілері өз еңбектерінде талай рет атап көрсеткен. Жүсіп Баласағұн Құттөбелек дастанының 277-286 бәйіттерін түгелдей Алып-Ердунғаны мақтауға арнаған. Ақын өз дастанының осы бөлімін ізгі қасиеттердің сипаты деп атаған. Бұл бөлімде негізінен түркі бектерінің бойындағы адамгершілік қасиеттер жырланған. Ақын ел басқарған бектерге білімді, парасатты, зерек, өз халқына қамқоршы, әділ болу керек деген үндеу тастайды. Міне осындай ел билеген бектердің ғажайып үлгісі ретінде ақын өз оқырманына Алып-Ердунғаның бейнесін ұсынады. Назар салсаң, бұл түркінің бектері, жаһанның әз бектері, асыл тектері, түрік бектері ішінде атын асырған Алып-Ердунға ереді, құты тасыған. Дастанда ақын Алып-Ердунғаны қалың қол бастаған батыр ғана емес, сонымен бірге көреген көсем, білімді жан, ақылды ел ағасы, елге тұтқа болған қаһарман ретінде бейнелейді. Білімі даңқы ұлы көктің сарасы, білімді, ойлы әрі халық ағасы,
зерек дана, көңілі сара середі, жұтты жалған елге тұтқа ереді. Жүсіп баласағұн атақты Алыбұйыртұңқаның есімін кезінде тәжіктер, яғни парсылар өзгертіп, оны Афрасияп деп атап кеткенін де оқырманға ескертіп өтеді. Тәжіктер оны Афрасияп деп атаған. Елдерге ол көп ізгілік жасаған. Қажет білсең білім, ақыл, даналық, қолға алуға дүниені қаратып. Тәжіктер де хатқа мұны түсірген, кітапта жоқ болса, кімдер түсінген. Сондай-ақ, ақын мемлекет тұтқасын берік ұстап тұру үшін білім мен парасат қана емес, сонымен бірге ерлік, жігер, қаһар, өктемдік, өзгелерге үстемдік ететіндей ызғар қажеттігін айтады. Дәл осындай қаһарман Алыбұйыртұңға деген түйін жасайды. Жақсы айтқан, хас батыр ер кешегі, не бір берік түйінді ерлер шешеді. Даңқ, қуат керек әлем жаулауға, гүр арыстан керек құлан аулауға, жаудың бойын қылышпенен бұқтырып, түзесе елін әділ заңын ұқтырып. Сонымен, ақын Жүсіп баласағұн сақтар көсемі туралы дастанды түп нұсқадан оқи отырып, Алыбұйыртұңғаның жарқын бейнесін жасағаны дау тудырмайды. Қорыта айтқанда, Алыбұйыртұңға дастанның негізгі идеясы тұран елін сыртқы жаудан қорғау, түркі жұртын ішкі ынтымақ бірлікке үндеу, туған жердің абырой даңқын арттыра түсу болып табылады. Бұл дастан Алыбұйыртұңғаның қайтыс болып, бүкіл түркі елінің күңіренген жоқтау жырымен аяқталады. Алыбұйыртұңғаны жоқтау деп аталатын жыр Махмұд Қашқаридің Диуани лұғат ат-түрк атты сөздігі арқылы бүгінгі күнге ешбір өзгеріссіз жеткен. Бұл жоқтау Алыбұйыртұңға дастанның ең соңғы тарауы болса керек. Аяулы батыры қаза болғанда жоқтау айту дәстүрі түркі халықтары арасында күні бүгінге дейін сақталған. Жоқтау айту дәстүрі қазақ ауыз әдебиетінде кең тарағаны мәлім. Әйтсе де біз Алыбұйыртұңғаны жоқтау деп аталатын жырға оралайық. Бұл жоқтау төмендегідей жыр жолдарымен басталады. Алыбұйыртұңға өлді ме, жаман дүние қалды ма, заман өшін алды ма, енді жүрек жыртылар. Замана сәтін түзетті, ұрысы құрды тұзақты, бектер бегін аздырды, қалай қашып құтылар. Алыбұйыртұңға дастанында ақын батырды жоқтай отырып, өмірдің барлық адамдар үшін өткінші екенін, ғұмырдың мәңгі еместігін, Тәңір адамды ажалмен сынайтынын, тағдыр оғы тисе тау шыңдары да быт-шыт болатынын зор күйініш сезіммен жеткізеді. Замана күні тебірентер, пенденің күшін кемітер, әлемдегі ерді сиретер, қашса тағы қуалар. Әдетінақ осындай, бұдан басқа бар себеп. Дүниеге қарап оқ атса, таулардың басы кетілер. Алыбұйыртұңға қайтыс болғанда бүкіл ел қайғырғанын, ең қатыгез батырлардың өзі еңіреп жылағанын, адамдардың нұрлы жүздері сарғайып кеткенін, батырлар өз жағаларын жыртып, айғайсап жылағанын ақын эмоциялық тұрғыда әсерлі етіп жеткізген. Ең бастысы, ақын өмірде ешкім тағдыр оғынан қашып құтылмайды деген ой пікірді ортаға салады. Тәңірім торын құрғанда, тұтылмай адам тұрған ба, кертілер алып шыңдар да, тағдырдың оғы қадалған. Көңілімді қайғы жандырды, жазылмас жара қалдырды, кешегі күнге зар қылды, кеткенді қайдан табасың. Жалғанның туып заманы, жауыздар қаптап барады, ашылды сұмның араны, сиреді қайран бектерім. Біліктілер қалмады, заман оны жалмады, сүрінді бектің тарланы, салды жанға жараны. Алыбұйыртұңға дастанының түпнұсқасынан бізге жеткен үзінділерін оқи отырып, түркі тайпаларының бұл қаһармандық жыры исламға дейінгі дәуірде, яғни араб, парсы поэзиясына тән термин сөздер әлі түркі
поэзиясына әсер ете қоймаған кезеңде өмірге келгенін аңғарамыз. Алып-Ердунға дастаны түркі тайпаларының байырғы поэтикалық өлшемінде, көк өлшемінде туған. Бұл өлшем бойынша жырдың алғашқы 3 жолы өзара ұйқасады да, 4-ші жолы келесі шумақтың 4-ші жолымен ұйқасып отырады. Сөйтіп, Алып-Ердунға дастаны түркі халықтарының арғы ата тегі саналатын сақтардың ежелгі ерлік тарихын аңызға айналған шежіре деректер негізінде баяндайтын, көне түркі фольклорлық дәстүрлі талаптарына сәйкес туындаған қаһармандық жыр. Қадым заман батырлары елін қорғап, қан майданда қаза болғанда қайғылы сарынмен жыр айту дәстүрі қазақ халық ауыз әдебиетінде күні бүгінге дейін сақталып келеді. Қазақ қауымында біреудің жанашыр жақыны немесе халық қадірлейтін адамы қаза болса, оларды жоқтап өлең жыр шығару ерте кезден-ақ салтқа айналған. Әдетте жоқтауды өлген адамның жанашыр жақыны өзі шығарып айтатын болған. Сондай-ақ жоқтауды белгілі ақындар да шығарған. Қазақ ауыз әдебиетінде жоқтау өлеңдерінің формасы мен мазмұны әртүрлі болып келеді. Қоғамдық әлеуметтік құбылыстардың өзгеруіне сәйкес жоқтаудың сипаты да түрленіп отырған. Жоқтаудың кейбір үлгілері қысқа шағын түрде айтылады да, екінші біреулері мол сюжетке құрылып, көлемді дастан сияқты жырланады. Қазақ батырлық жырларында да Алып-Ердунға дастанындағы сияқты батыр қаза болғанда бүкіл ел болып күңіреніп қайғырады. Ең алдымен қаза болған батырдың көзі тірі кезінде ел үшін атқарған игі істері, жаумен шайқастағы жан кешті ерлігі, мінез құлқы, адамгершілік ізгі қасиеттері мадақталады. Мәселен, Қобыланды батыр жырында Тоқтарбай, аналық және құртқа айтатын жоқтауларда Қобыланды батырдың қазақ елін жаудан қорғауда атқарған ерлік істері айтылады. Бұл сияқты жоқтау жырларда қаза болған батырды адамдар ғана емес, сонымен бірге батырдың көзін көрген сол елдің табиғаты да, яғни өзендері мен көлдері де, таулары мен ормандары да жоқтайды. Қазақ ақындары жоқтау өлеңдерін түр жағынан да, мазмұн тұрғысынан да мейлінше жетілдіре түсті. Мәселен, Исатай шайқаста мерт болғанда Махамбет ақынның батырды жоқтап айтатын мынадай жыры бар. Тайманның ұлы Исатай ағайынның бас еді, алтын ердің қас еді, Исатайды өлтіріп, қырсықта шалған біздің ел. Жоқтау өлеңдерін Абай да жазған. Әбдірахманның әйелі Мағышқа Абайға шығарып берген жоқтау бұл сөзімізге дәлел. Қызықтың заңғар басынан қорлыққа кеттім жығылып, Құдай қосқан қосақтан жалғанда қалдым жырылып, қайғыңда қалдым қамалып, қызығым кетті сырылып. Сонымен Алып-Ердунға дастанында айтылатын жоқтау салты араға мыңдаған жылдар салып барып, қазақтың батырлық жырларында, қазақ ақын жырауларының толғау өлеңдерінде өзінің көркемдік дәстүр жалғастығын тапты. Нимат Келімбетов, Ежелгі дәуір әдебиеті.